2017 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан Республикасында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне жарналар мен аударымдарды ай сайын жұмыс берушілермен қатар өзін жұмыспен қамтыған жандар да жасайтын болады. Төлем көзі сіздің әлеуметтік мәртебеңізге байланысты айқындалады. Егер жұмыскер мәртебеңіз болса, сіз үшін жарнаны жұмыс берушіңіз аударады. Егер жеке кәсіпкер санатына жататын болсаңыз, аударымды өзіңіз жасайсыз. Мемлекет 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап сіз үшін жарна аударады. Егер 18 жасқа толмасаңыз, күндізгі оқу бөлімінде оқысаңыз, тіркеуде тұрған жұмыссыз жан болсаңыз, халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтары санатына жатсаңыз. Егер сіз әлеуметтік мәртебеңізді анықтай алмай қиналсаңыз, келесі іс-қимылдарды іске асырғаныңыз жөн. Егер өзіңізді жұмыссыз ретінде санасаңыз және жұмыссыз мәртебесінде тіркелгіңіз келсе, электрондық үкімет порталы арқылы тіркеле аласыз. Немесе тұрғылықты жеріңіз бойынша жұмыспен қамту орталығына, халыққа қызмет көрсету орталығына, ауылдық округ әкіміне яки пошта бөлімшесіне барсаңыз болады. Егер сіз экономиканың бейресми саласында жұмыс істесеңіз, жеке тасымал, құрылыс бизнесі, сауда және тағы басқа да, онда тұрғылықты жеріңіз бойынша салық органына хабарлау қажет. Егер сіз жұмысқа орналасқыңыз, кәсіп иесі болғыңыз, өз бизнесіңізді бастағыңыз келсе, нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына қатысыңыз.